Айша Бибі мектеп радио тыңдармандарына сәлем. Сіздермен бірге әсерлі әңгіме бағдарламасы. Және бүгін бізде қонақта директордың бейінді пәндер бойынша орынбасары, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Құрманбаева Жанар апай. Сәлеметсіз бе, Жанар апай? Қош келдіңіз. Сұрақтарымыздың алғашқы легі өзіңіз жайлы болмақ. Сіз оңтүстік Қазақстан облысының тумасысыз. Бірақ тарихымыздың алтын діңгегі бола білген Тараз қаласының қыздар лицейінде мұғалім болғаныңызға тура 3 жыл болыпты. Алғашқы сұрақты өзіміздің лицейіміздің ұнаған тұстарынан бастасақ. Сәлеметсіздер ме лицей ұжымы? Әрине маған ең бірінші ұнағаны лицейіміздің атауы. Өте керемет, басқа лицейлермен салыстырған кездегі Айша Бибі қыздар лицейі деп аталудың өзі маған үлкен бір жақсы әсер етті деген келеді. Екіншіден, жалпы лицейдегі өзін-өзі басқару ұйымының жұмыс жасауы маған үлкен ұнайды. Өйткені өзін-өзі басқару ұйымындағы жұмыс жасап отқан қыздардың барлығы да әрқайсысы өз қызметтерін жақсы біледі, қызметтерін жақсы атқарады. Сол үшін де әсіресе мұғалімдер күні тойлануы немесе шығармашылық кештердің өткізілуі осы жағынан алып қараған кезде барлық лицейлердің ішіндегі ең ерекше таңдаулы лицей деп аталғым келеді. Сіздің айтқаныңызбен толық келісемін. Және де жатақхана меңгерушісі Алтынай әпкеге де алғысымыз шексіз. Жалпы қазақ қыздары бұрымды болып келеді. Бірақ соңғы заман ағымына байланысты қыздарымыз шаштарын кесіп, жаңа үлгі каре қылып, түрлі түсті бояуға бояп жатыр. Осыған сіз қалай қарайсыз? Әрине барлық жағдайда адам заманға сәйкес өмір сүруі керек, бірақ осы сыртқы болмыс жайында, шаш пішіні жайында айтатын болсам, әрқашанда тек қазақи болмысымызды, ұлттық болмысымызды сақтағымыз келеді. Осы нәрсені жоғалтпасақ деген ойды айтқым келіп отыр қыздарымызға. Сіз қазіргі таңда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің білікті ұстазысыз. Бірақ қандай болсын, істің бастау бұлағы болатыны секілді, сіздің де қазақ тіліне деген қызығушылығыңыз неден, қашан басталды? Бала күннен өзім кітап оқығанды жақсы көретінмін. Әсіресе ең алғашқы оқыған кітабым Сайын Мұратбековтың Қалың қар шығармасы еді. Оны 4-ші сыныпта оқығаным. Екінші әдебиетке қатты баулыған менің өзімнің туған әпкем болды. Ол да өзі кітапты өте жақсы оқитын. Өзі оқыған кітаптарын соңында маған айтып отыратын. Осы кітапты оқышы, қандай керемет, кейіпкерлері қандай оқиғаларды бастан кешеді деп. Яғни екінші әпкеме рахмет айтқым келеді. Өйткені менің кітапқа деген құлшынысымды оятқан. Үшінші, бізде 5-ші сыныпта Эльмира деген апайым болды. Әміртаева Эльмира. Сол кісінің болмысына қарай отырып, қазақ тілі әдебиет пән мұғалімі болсам деген арманымды пайда болды деп айтқым келеді. Яғни сіздің қазақ тілге қызығушылығыңыз ең бірінші кітаптан қызығушылығыңыз басталды. Айша Бибі FM-нің дәстүрлері сұрақтарының біріне айналған сұрақты мен де қойсам. Жанар апай оқушы кезінде қандай болды? Осы жайлы толығын айта кетсеңіз. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде әрине сабақты жақсы оқыдым. Яғни барлығы лингвистик болды. Бірақ соңғы бітірген кезімде математикадан қиналатынмын. Алгебрадан 4 болып қалды. Басқа сабақтарым ең бірінші оқушы кезіндегі қабілетім көбінесе қайталау жұмыстарын көп жасайтынмын. Сабаққа қаншалықты дайын болдым деген күннің өзінде де менде қайталау деген нәрсе үрдісі әрқашан қайталанып тұрды да. Сол үшін де оқушы кезімде досшыл болдым, достарым да көп болды. Қиялдадық, армандадық деген сияқты. Тура сіздер қазір қандайсыздар, бізде сондай процестен өттік деген келеді. Әр оқушының сүйікті және сүйікті сабақтары болады. Сіздің сүйікті қандай сабақтарыңыз болды? Мен мектепте оқып жүрген кезде сол тарихқа қызықтым. Әсіресе Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, мысалы дүниежүзі тарихында әлем халықтарының мәдениеті, әдебиеті жайында танысасыздар. Әрбір халықтың өзіндік ұлттық болмысы бөлек болды. Яғни олардың барлығы жаңа бір әлемді, жаңа бір дүниені ашып жатқан бірдей болды. Өзім енді қоғамдық гуманитарлық бағыттарға бейім болдым. Әсіресе осы тіл, әдебиет, тарих сабақтары жақсы көрдім. Яғни алтын ұямызда ұстаз болғалы басыңыздан қызықты оқиғаларды өткіздіңіз бе? Әрине қызықты оқиғалар күндегі өмірде орын алып жатады. Яғни қазір сұрағыңызға байланысты менің есімде қалғаны
Яны өзімнің туған күнімді өзімнің былтырғы 8-ші, биылғы 9 былтыр 8 болғандағы туған күнімде жасаған ерекше тосын сыйлары өмірімдегі ең күшті кезеңдерді еске қалдыртады. Сол үшін үлкен рахмет айтамын. Яғни үлкенді кішілі қызықтарға толы, бірақ енді осы жерде ана болды, мына болды деп айтпай ақ қояйын. Бірақ керемет. Сіз қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімісіз. Мұғалім оқушысын тәрбие білімге үйретіп жатып, өзі де оқушыдан кейбір нәрселерді үйретіп жатады. Сондай оқиғалар басыңыздан өтті ме? Әрине, ұстаздық қызметте қана үйретіп қана қоймайды ғой, ол үйрету үшін алдымен өзі үйрену керек. Үйренгенде де оқушылардан үйренетін нәрселеріміз болды. Ең қарапайым нәрсе сабақтағы талдау жұмыстарын жасаймыз. Сол кезде жаңағыдай мұғалімнің ойлағанынан да 2 есе оқушының ойлайтындығы. Енді мұғалім ол жерде жалғыз өзі болған күнде де оқушы 24 оқушы, мысалы 25 оқушы, 25 түрлі ойлайды, 25 түрлі көзқарасты білдіреді. Ал сондай ой талқыға түскен тақырыптарды тыңдап отырған кезде мұғалім өзі жүргізіп отырса да оқушылардан көп нәрсені үйренуімізге болады. Яғни ұстаздық әр қашанда үйренумен бірге дамитын жұмысты. Үйренеді де, үйретеді де, ол оқушыдан балаға, ұстазға, ұстаздан оқушыға өтіп отыратын процесс деген келеді. Әрбір жылда қазақ тіл апталығы болып өтеді. Биылғы жылы қазақ тіл апталығы несімен ерекшеленді деп айта аласыз? Биылда қазақ тілі апталығында біз жарқын болашақ қазақ тілі республикалық олимпиадасының мектепшілік кезеңін өткіздік. Яғни 5 бағыттан тұратын жарқын болашақтың ең негізгі ерекшелігі бұл жерде қазақ тілі олимпиадасы деп аталған күнде де 5 түрлі бағытты қамтиды. Ол жерде тіл білімі де теорияда кетеді, тілші әдебиетші тестімен де жұмыс болады, ғылыми жобасы да, дәстүрлі әнге де қарастырылғанда, яғни өте сауатты, жақсы құрастырылған олимпиадалардың бірі. Осыны мектепшілік кезеңін өткізе отырып, біз облыстық олимпиадаға қатысатын оқушыларды іріктедік. Яғни 5 бағыт бойынша қазақ және өзге ұлт өкілдері арасындағы сайыстардың негізгі бірінші жүлдеге ие болған оқушыларын анықтап, Құдай қаласа облыстық олимпиадаға қатыстырамыз деген үміттеміз. Және биылғы жарқын болашақтың негізгі ерекшелігі республикалық кезең 3 өңірде өткізгелі жатыр. Оңтүстік аймақтарының барлығы Алматы қаласында, солтүстік аймақтағылар Павлодарда, ал батыс өңірінің барлығы Атырау қаласында. Сол үшін біздің балаларымыздың Құдай қаласа жеңіс тұғырынан көрінуіне үлкен мүмкіндік бар. Өйткені тек оңтүстік аймақтың арасында сайыс жүргізіліп жатыр. Жауабыңызға көп рахмет. Олай болса радио ұжымына, мектеп оқушыларына тілегіңізді айта кетсеңіз, немесе ой пікіріңізді деген. FM радиосына үлкен сәттілік тілегімге отыр. Биылғы оқу жылында өзі ерекше қарқынмен, ерекше бағытпен ашылды. Яғни кез келген лицейлерде бұндай жағдай жоқ, әрине. Бұл осы радионы ашуға өзінің негізгі үлесін қосып жүрген мүшелері, әрине ол сіздерсіздер. Маржан Шораева бастаған команда үлкен алғысымды айтқым келеді. Радио болашақта биік жетістіктерден көріне берсін. Шын мәнінде радиодан түстен кейінгі беріліп жатқан құттықтаулар болсын, тілектер болсын, әндер болсын, оның барлығы осы лицейдің аумағында жүрген адамдарға көңілді қуаныш сәттер сыйлайды. Сондай қуанышты сәттерді бізге сыйлап, біздің көңілімізді көтеріп, еліміз үшін, лицейдің қыздары үшін, лицей ұжымы үшін үлкен жұмыс жасап жатсыздар, табысты болсын деген келеді. Олай болса, Айша Бибі FM-нің әсерлі әңгіме бағдарламасына келіп, сұхбат берген директордың бейінді пәндер бойынша орынбасары, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Құрманбаева Жанар апай. Айша Бибі мектеп радиосының тыңдармандарына әсерлі әңгіме сыйлағаныңыз үшін, апталықтың жаңалықтарымен бөліскеніңіз үшін, Жанар апай, сізге көп алғысымыз шексіз. Апталық қызықты әрі сәтті өткеніне біз де қуаныштымыз. Дей отыра бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған әсерлі әңгіме бағдарламасы, оның жүргізушісі мен, Асылханова Тоғжан, және әрине қонағымыз Құрманбаева Жанар апай.